Сәлеметсіңдер ме балалар? Здравствуйте, ребята. Біз бүгін 32-ші беттегі екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Сурет бойынша шағын әңгіме құра. То есть по рисунку составь небольшой рассказ. Шағын, то есть небольшой или же маленький. Давай рассмотрим рисунок. Бірінші суретті мұқият қарап шығайық. Бұл суретте біз не көріп тұрмыз? Что мы видим на этом рисунке? Что здесь изображено? Бұл жерде не бейнеленген? Бұл жерде үш баланың әртүрлі аспапта күй орындап отырғанын көріп тұрмыз. То есть мы видим на рисунке, что трое детей играют на разных инструментах. Ұл бала домбыра тартып отыр, мальчик играет на домбре, ортасындағы қыз бала жетіген тартып отыр. То есть девочка посередине, она играет на жетігене. Және де үшінші шеттегі қыз, ол қобыз тартып отыр екен, а девочка с правой стороны, она играет на кобызе. Енді шағын мәтін құрастырайық. Бірінші сөйлем: мен сыныптастарыммен бірге музыка мектебінде оқимын. То есть я со своими одноклассниками учусь в музыкальной школе. Сырым домбыра тартады, Айсұлу жетігенде ойнайды. Мен қобыз тартамын. Бүгін біз сахнада өнер көрсеттік. Сегодня мы выступали на сцене. Бәріміз қазақ киімдерін киіп, адай күйін орындадық. Мы все надели казахские костюмы и исполняли күй адай. Адай бұл күйдің атауы болғандықтан, оны бас әріппен және тырнақшаға алып жазамыз. Так как адай это название күйі, мы его берем в скобку и пишем с большой буквы. Адай күйін орындадық. Музыка біздің достығымызды нығайтты. То есть музыка укрепила нашу дружбу. Кәнеке балақай, енді мәтінімізді тағы бір рет оқып шығайық. Мен сыныптастарыммен бірге музыка мектебінде оқимын. Сырым домбыра тартады, Айсұлу жетігенде ойнайды. Мен қобыз тартамын. Бүгін біз сахнада өнер көрсеттік. Бәріміз қазақша киімдер киіп, адай күйін орындадық. Музыка біздің достығымызды нығайтты. Жарайсың балақай. Осымен балақай біздің екінші тапсырмамыз аяқталды. Бұл сабақта балақай сен сурет бойынша мәтін құрастыруды үйрендің. Жарайсың балақай. Келесі сабақта көріскенше.